Достар, осындай дәмді котлетпен әдемі манты пісіргіңіз келе ме? Ол үшін ет тартқыштан етімізді өткіземіз. Тартқан етімізді екіге бөлеміз. Котлетке арналған етімізге пиязымызды және де суға жібітілген ақ нанымызды ет тартқыштан өткіземіз. Тұзымызды, бұрышымызды қосамыз да әбден араластырамыз. Дайын фаршымызды шетінен алып, қолымызбен жақсылап соғамыз. Котлеттің формасын жасап, нанның ұнтағына аунатып, алдын ала қызып тұрған майға пісіреміз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Саусағы жоғары лайк басамыз. Өте дәмді котлетімізді табадан аламыз да дәмін татамыз. Енді кезегіміз мантыға келді. Жаңағы тартылған етімізге ұсақтап, төртбұрышлап туралған пиязымыз бен картоплымызды саламыз. Тұзымыз бен қара бұрышымызды қосып, әбден араластырамыз. Алдын ала илеп қойған нанымызды жаямыз, оны осындай шіңішке ұзын полос қылып кесеміз. Нанның үстіне татылған етімізді осылай жаямыз. Қамырымызды арбежеден осылай іліктіріп, сосын орап тастаймыз да. Осындай раушан гүл тәрізді манты жасаймыз. Манты пісіретін қазанымызда 45 минут пісіреміз. Менің каналыма тіркелеміз, саусағы жоғары лайк басамыз.